Иә, дұрыс. Істей беріңдер, дәл солай істеңдер. Аха, молодец. Сендер неге екеуің ерегес отырсыңдар? Ди. Қойыңдар екеуінде төреспей жұмыстарын істеңдер тез. Не қырылып отырсыңдар бір-бірлеріңмен? Жынды ма? Басеке, мен болдым. Бәсеке, мен бөлдім. Бар жұмыс істе, құры бар. Арам тамақта дұрыстап істемейсіңдер ма? Не өтірік еп кеткенсіңдер? Дұрыстап істеңдер. Так, ё-моё, мен мынаны байқамай қалыппын ғой. Не мынау тағы? Ё-моё, бірдеңе салып қой, 2 этаж больница ма, не мынау? Так, не дейді? Администрация дейді, ё-моё. Так, ішінде ешкім жоқ па? Ресепші қайда? Мынақта диван. Оқты, отыра алады. Жаңа диван сияқты ғой, кажется. Так, не мынау? Мынақта да тоже орындық, кішкентай. Мынау не? Қасқабұлақ ауылының құрметті әкімі Бергенбек Дәулет мырзаның кайдоры. Қате жазып жіберіпті мына кайдоры деген. Калидоры демей ма? Кайдоры демей. Қате кетті. Ойбой, мына ауылдың әкімі Бергенбек Дәулеттің несі ма? Орындығы ма? Ё-моё. Так, Бергенбек Дәулетович дейтін шығар. Мына ресепші. Молодец. Әкім өзінің жағдайын мықтылап жасап қойыпты. Таза бетон ба мынау? Қымбат тұратын бетон әкеп қойыпты. Еще қалада қымбат тұрады бұндай бетондар. Еще шөптермен қоршап. Ё-моё, бар жағдайын жасап қойыпты ғой мынау администрацияның. Так, сәлем достар. Сіздермен бірге мен Баха Кизет. Короче, достар, ауылда өміріміздің бүгінгі 3-ші бөлімі. Так, өткен бөлімде мен көлік сатып алған болатын. Сол көлікті, короче, данчик соғып алыпты. Сол данчиктен қайтарады көп ұзамай. Так, химикация дейді. Кешегі химикация ма? Немене пәле жасап тастаған? Кітаптар толы. Құрсын тағы білдіріп алармыз. Так, үйге кірейінді заттарын дұрыстап алайын қазір. Так, телефондарымыз салып. Так, болды, шығайық. Осы бір үйді ремонттау керек еді. Ё-моё, ескіріп бара жатыр, а то үй 2 жылдай болып кетті. Мына үйде тұрғаныма 2 жыл бұрын соқыппын мына үйді. Уже ағаштары ескіріп, ё-моё, ескіріп дымын қамапты ғой мына үйдің. Көп заман енді мынау шіріп бастамаса, құламаса болды ғой уже мынау. Мынаның уақыт өтті уже. 2 жылдай болып қапты мына үйде тұрғаныма. Так, данчик не нормально. Нормально 2 ай бұрын соққан. 2 ай деппін ғой, 3 ай бұрын соққан мына үйді. Нормально ескірмеген данчик не. Данчик не үйде қоям? Данчиктің өзі қайда кетіп қалған? Что-то көрінбейді ғой. Әшейінде мияқты бірдеңелермен айналысып отырушы еді. Бүгінге көрінбейді ғой. Мынаның ішіне емес па? Достар, өткен бөлімде мынаның ішіне бірдеңе тауып өттік қой. Соның бәрін тонадық. Нені? Ештеңе құрышы бар. Шетілдердің өсекшілерінен бәле алатын болдық қой. Так, шығақ. Не істерімізді білмей отырық қой. Короче. Так, бүгін не істесек болады, достар? Не істесек болады? Так, достар, мен жанде ғана мына администратордан әкімнен, короче, бар емес па? Анандай неді? Админка сатып алдым, яғни креатив сатып алдым. Мінеке мен креатив бар. Короче, менде достар, мен жандегіде айтқанда мен басыма идея келді. Давай битик. Мына үйім ескіріп бара жатыр ғой. Кейін бір мәнісі болар, мына үйді бұзармыз кейін. Енді бұл үйден көшіп, енді жаңа үй соқсам деп қоям. Бірақ қайқа соқсам болады. Мына сыныр үшін көп уақыт кетеді. Так, ойланайық, достар, қайқа соқсақ болады. Давай осы сияқтарға қалай, ja? Давай осы сияқтарға соқсақ, осы сияқтарға соғақ. Ал, достар, неден бастаймыз? Так, ашық мынандай доскілермен, доска емес. Так, достар, мен енді осындай доскілермен жабатын болдым. Осындайларын соққым келеді. 1, 2, 3, 4 блок жарайды. Мияғына жанына мынандай 3 блок қоямыз. Так, мияғына да бір 3 блок. Кейін барып мияқтан 4 блокпен жауып шығамыз. Дәл осында қалып. Бірдей болды ма? Я, бірдей болыпты. Так, бұлай көтерілеміз. Опа. Так, мына жандарына үйіп салып қоямыз.
Пока что осындай болады. Үйдің координатасы дәл осындай болып шығады. Так, мынандай ұзындығына енді 5 блок жарайтын сияқты. Или 6 блок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 бола салсын. 1, 2, 3, 4. Так, енді мияғына да жағамыз. 1, 2, 3. Мені өстіп соқып тастаймыз. Өстіп соқып тастаймыз. Пока что осындай, достар. Үйдің дизайны қалай. Осылай соқсақ нормально шығар, иә? Полдарды тазалаймыз. Мынаның полын мынандай аппақ бетондармен жапсақ қалай, достар? Әдемі ма? Көрейікші ал жауап осылай. Мынандай аппақ бетондар өстіп жабамыз. Енді қалай, достар? Менше нормально сияқты ше. Так, есіктерін енді немен жапсақ болады, достар? Мынандай есікпен жапсақ қалай? Осындай. Жоқ, жараспайтын сияқты, достар, Мынандай есік жарасады, мынандай. Осындай аппақ есік, пол ақ, есік де ақ болсын. Есік әдем болып тұрғаннан кейін, так, біздердің енді, так, мынандай да ақ болсын. Общий пол жағы аппақ болсын, есіктері, терезелері барлығы аппақ болсын. Төбе жағын да аппақпен жабамыз. Общем, ақ түс қол. Тек мынау ғана кішкене қоюлау. Мен терезелермен былай жауып шығайық, достар. Достар, сіздер құрып отпай лайк басып арнаға тіркеліп отырыңыздар. Мә, достар, қараңыздар, мына жер мынандай аппақ есіктермен бүйтіп жауып қойыптын, құрсын сындыраққа позор болып жүреді. Так, жетілдер жүрма көшеде, далада деген. Так, мияққа жиналапты. Жиналыс болады ма, не бәле. Так, біз құрып отқанша мұналарымыз бүйтіп жауып шығайық тез. Короче, достар, мінеке мен мына үйді бітірдім. Короче, мынаған салды ұмытып кеттім ғой. Қазір саптысайын 1 минут, достар. Және мынаны бұза саған, мынаның полдар сынғаннан кейін. Короче, достар, мен 2-ші этажды жасадым. Және де мына крышасын соқтым. Және де мынандай нелерді іліп қойдым. Сосын желе кішкене сындырдым да, жолды кішкене тегістеп жібердім. Енді қалай, достар? Так, енді ішке кіреміз. Столчиктар, шай ішетін. Ана жақта пешка, тамақ істейміз. Яғында енді білетін шығарсыздар не екен қалғандарын. Осы жаққа бірінші этаж кіре беріс осында кухня. Мына жері, короче, туалет. Мына жер жуынатын ванны, білетін шығарсыздар. Ана шомылатын душты енді сыртқа жасай саламыз келесі бөлімдерде. Так, 2-ші этажға мінсек, мінеке 2-ші этажда мынау менің комнатам. Мына жақта мен отырам, мына жақта ноутбугымды шұқылаймын, ноутбугымды ертең алып келем. Короче, мынау менің бөлмем. Сосын мына жақта енді бұл қонақ бөлме дегеннен кейін бір үйге қонақ келіп қалады артық. Сол кезде осы комнатада жатады. Мысалға, менің Қарғыс мен ауылына түскен Нұрмұхамед деген досым келіп қалады кейде. Сол қонаққа келген соң осы жақта отырады. Короче, сонда 2-ші этаж. Осындай шағын 2 этажды үй. Мінеке осындай ауылды көркейтіп бір. Енді осы үйдің құжаттарын реттеуіміз керек. Мен қазір администраторға барамда құжаттарын реттеймін. Сіздермен болған мен Баха KZ. Чао.